Уа Құдайым, уа Құдайым, ақиқатында сенің бар ақымың осы жандарға жаусын деген тілекпен саған жалбарынып, босағаның алдында өтініп сұраймын. Оларды өз ілтипатың мен ақиқатың үшін таңдап ал. Уа Раббым, жүректерді біріктіріп, ұштастыр, барша жанды ынтымақтастырып, сен киелілік және бірлігінің белгілері арқылы рухтарды шаттандыр. Уа Раббым, осынау жүздерді бірлігінің нұрымен жарқын ет. Патшалығына қызмет етуде құлдарыңды бекем ет. Уа Раббым, шексіз мейірім иесі, уа ғафу ету және кешірім Раббысы, күнәларымызды кешіріп, кемшілігімізді ғафу ете көр. Құдірет пен күш патшалығына жалбарынып, сенің кесенен алдында кішіпейіл, ал дәлелдерінің даңқы алдында мойынсуна, қайырымдылық патшалығына бет бұруымызға себепші бол. Уа Құдай Тағала, махаббатының берекесі арқылы бізді теңіз толқындарындай, бақша гүлдеріндей келістіріп, біріктір. Уа Раббым, бірлігінің белгілері арқылы жүректерді кең қылып, бүкіл адамзатты бір даңқ көгінен жарқыраған жұлдыздардай және сенің өмір ағашында өсіп жатқан кемел жемістердей ет. Ақиқатында сен құдіреттісің, өздігінен жасаушысың, берушісің, кешірушісің, ғафу етушісің, бәрін білушісің, жалғыз жаратушысың. Абдул Баха.